Медстраховка төлемейтін бір жағдаймен бөлісін. Мысалы, Аслан, екі жерде жұмыс істейді, бір жерде жұмысы 1 миллион, екінші жердегі жұмысы 600 мың теңге. Дұрыс па? Екі жақта жұмыс істейді, және ол кәсіпкерлікпен айналысады. Екісі бар, ол үшінші тарап. Енді Аслан 1 миллион зарплата алғандықтан, медстраховка Асланда максимальный лимитпен төленіп отыр, және 500 мың теңге екінші жұмысы бар. Бұндай жағдайда Аслан медстраховка төлемеуге болады, ипысынан. Өйткені бізде жылда медстраховканың лимиті бар. Яғни 1 миллион зарплата алғандықтан 21 мың теңге потолок, яғни лимитте тұр. Сол себепті Аслан өзінің ипысынан медстраховка төлемеуге болады. Өте көп келетін, жиі келетін сұрақтардың бірі, мен басқа жерде жұмыс істеймін, медстраховка төлемесем болады ма деген сұрақ. Дәл осы сұрақтың жауабын нақтылайтын деп ойлаймын. Егер сіздің зарплатаңыз 600 мың теңгеден жоғары болмайтын болса, екінші жұмыста істесеңіз де зарплатаңыз 600 мыңға жетпейтін болса, онда ИП бойынша медстраховка төлейсіз. Өйткені сізде медстраховка лимитке жетпейді. Парақшам пайдалы болса, тіркеліп аламыз, сұрақтар болса қоямыз.